Бүгін міне Астана қаласының дін істер жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен Астана қаласы діндерді зерттеу орталығының қызметкерлері және Астана медресе колледжінің студенттері келіп, мынау Шарапат әлеуметтік орталықта территориясында тазалық жұмыстарын жүргіздік. Сондай-ақ іштегі қарттармен кездесу ұйымдастырылып, қарттардың жай-күйі тыңдалды, қандай да бір сұрақтарына жауап бердік. Бүгінгі іс-шараға сондай-ақ мынау елімізге танымал теолог, исламтанушы Нұрлан Байжігітұлын арнайы шақырттық. Себебі осындағы қариялардың көбісі сол кісіні тыңдап, сол кісіні құрмет тұтады екен. Орталығына біз жиі келіп тұрамыз бастығы. Бұл жердегі аталарымыздың, әжелеріміздің көңіл күйін аулап, жиі сұхбаттар жүргіземіз. Кәрілікке дауа нәрсенің біреуі жылы төсек, жақсы қарым-қатынас, жақсы тамақ дейді ғой халқымызда. Сондықтан осындай жерлердегі аталарымыздың көңіл күйін аулап келіп тұратын істеріміз бұл үрдіс болса, әсіресе кейінгі өскелең ұрпаққа бұл өнегеліс болады. Бұл жерге Астана медресесінен 30 шәкірт келдік. Қазақта айтып өткендей, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Ата-ана не қылсаң соны келеді деген нәрселер бар. Мысалға, олардың өзі мысалы дінімізде де, ислам дінінде де бірінші Аллаға бойынсыныңдар, одан кейін ата-аналарына бойынсыныңдар дейді. Сол үшін біздер соны өзімізге бір ғанибет болсын, өнеге болсын деп бір жағынан келіп отқан жайымыз бар.